Мектеп түлектері жоғарғы оқу орнының алдына таңғы 7-ден жиналды. Өз өмірлеріндегі алғашқы сынаққа қобалжып келгендіктен бе, психолог мамандар сынаққа кіріспес бұрын арнайы сергіту сәтінен бастады. Любят вас не за результаты ЕНТ, за то, что вы неповторимы и уникальны. Әрбір түлектің қасында бірнеше жанашыр адамы бар. Барлығы да ұл-қыздарын моральдық тұрғыда қолдау үшін келіпті. Ал биылғы бақылау тіпті қатал болды деп отыр. Қолдағы сағат тіпті белдіктерінде шешкізіп өткізді. Қаншама уақыт, қаншама дайындалды. Өзінің бүкіл 11 жыл оқыған несін өзі бүгін ақтайды деп ойлаймын. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 3773 түлектің шамамен 2500 ғана тестілеуге қатысуға өтініш білдіріпті. Бұл өңірдегі 11 сынып оқушыларының 68% ғана. 192 бала бүгін ұбт-ға кірді. Ұлттық бірыңғай тест тапсыруға. Ұйымдастыру деңгейі өте жоғары. Барлық жағдай жасалған. Маңызды тест сынағын алғашқы болып тапсырғандардың біріншілігі уақытынан жарты сағат бұрын шықты. Бірі көз жасын жасыра алмаса, енді бірі қуанышынан аспанға секіріп жатты. Пробный жаздық. Олардан айырмашылықтар көп болған жоқ. Қазақстан тарихынан байқадым. Тез басталды бүкілі. Байқамай қалдық, уақыттың қалай тез өтіп кеткен. Ұқтадым, 1-2 сағат. Түнгі 3-4-ке дейін ұқтандықпыз. Биылғы жаңашылдық бойынша енді сынақ нәтижесін кез келгені біле бермейді. Өйткені нәтиже жеке сәйкестендіру нөмірлері арқылы ғана тақтаға ілінген. Ал сынақтың бірінші күнінде Алматының сыра зауыты қашан ашылғаны туралы сұрақ кездеспепті.